жасқа толған балаларға көруге рұқсат етілген фильм. Ерік, мен саған жұмыс жайында Рахым Мақсатұлына бар деп едім ғой. Мен оны танымаймын да ғой. Оны сен танудың қажеті жоқ. Сен сол кабинеттің алдында еріндері шиедей. Қыпша белді. Шаштарының ормандай. Қас кірпігі қап-қара. Көздері түпсіз терең. Айнұр деген қыз отыр. Соған баруым керек. Енді Айнұрға хабарласайын ба? Сен оған хабарласпа. Енді? Сен оның нөмірін алып бер, өзім хабарласам. Хабарласпай, болды енді. Тамақтарын жеңдерді, бол тезірек шығындар енді. Қаласындар жұмыстан. Әр қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар. Ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана ақыл айтар солар ғана. Жол күзеткен тұңғыш ұлы серттеген баласы бар. Ел арасын жалғаған айналайын келінен. Айгүлдей бір медбике ақ халатқа киінген. Күніменен пайда көрем деп несиеден. Берікте жүр бұл үйде ақша сана күйінген. Әсел ару қыздар жүрген риза боп. Ал еріктің көлемі атқаратын жұмысы жоқ. Атасы мен апасының еркеше бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын сағдыр. Отбасы пәленшектер. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мені күтіп тұрсыздар ма? Иә, сізді күтіп тұрмыз. Кім соңы? Мен соңы. Онда сіз бірінші кіресіз. Неге ол бірінші кіреді? Кезек күтіп тұрғаныма 2 сағат болды. Кезек менікі, мен кіремін. Сен неге үндемей тұрсың? Дәрігердің өзі солай деп тұр ғой, кіре берсін да. Сонда қалғандарыңа бәрібір ма? Аралассаңдаршы былай. Жарайды, онда мен кірем. Жоқ, мен айттым емес пе? Мен кіремін керек. Мен кірем. Менде шаруам бар. Осылай кезекте тұрғандай улап-шулап ұрысып тұру керек еді. Бәсе ойлаймын, бұлар неге тым тырыс деп. Жұмыстамыз басеке, жұмыстамыз. Не істейміз, ә? Ескерткіш, тұрамыз өміз? Білмеймін. Әзірге істейтін іс жоқ. Жауап бердің. Қабылданды. Осылар не істейді екен, а? Қатты жыланып машинасы көткен ғой. Соны ұстамай қалған ғой. Ол қалай сөйле қатты өтіп барады. Аңғау алдын байқап тұрсың. Фырр! Сұла! Қу тез! Оталдыр! Алтыншы. Сендерге қарай жылдам скороспен сұр түсті автокөлік өтті байқаңдар. Бәсе болды, қине бермесін. Болды, мен бізден кейінгі жігіттерге хабарлап қойдым. Не болған мынаған? Не болған? 20 мың теңге зу өте қалды. Не болды? От алмай қалды. Сені от алдыру керек, сені. Сен қоймайсың бұл? Саламатсыз ба? Мен өз атыма депозит ашайын едім. Саған әлі ерте емес пенім? Ненің ертесі аға, қайта мен кешігіп қалдым. Сіздердің жылдық пайыз есебімен мен 40 жасымда ғана пәтерге ақша жинап үлгереді екем. Жағдай солай аға. Шынымды айтсам, сенің жасында мен тек қана допты ойлайтынмын. Көрініп тұр. Ал, жас отбасы бағдарламасына неше жастан жалса болады? Жандос, өзің сөйлеші мұнымен. Саламатсыз ба? Ести көрейін. Қазақстан Республикасының азаматшасы, қымбатты қалыңдық, Мұстафаева Махаббат Мұратқызы. Сіз Хамзанов Самат Дастанұлына адал жар боламын. Махаббатты мәңгілік сақтаймын. Елімді құрметтеймін. Ортақ ұрпақ өсіріп, бірге тәрбиелеймін. Өмірдің қиыншылығы мен қызығын Саматпен бірге көремін деп шешім қабылдадыңыз. Яғни сіз біздің Самат үйге таңғы сағат 6-да ішіп келген кезде, оған ешқандай сөз айтпаймын деп, бетінен қақпаймын деп, уәде беріп,
Және осы шешімді растайсыз ба? Растаймын. Және де дәл осындай мәтінмен Жазира, сосын Айман, сосын Моника, сіздер де осыған қосылып шешімдеріңізді растайсыздар ма? Растаймыз. Тамаша. Қыздар қайда барасыңдар? Қалаға дейін апарып тастай аласың ба? Әрине кеттік. Аға лейтенант пәленжейіп серік. Несеп жүрсіз? Қыздарға көмек керек па деп тоқтадым. Қыздарға көмек керек па деп па? Бұл жерге тоқтауға болмайды. Кім айтты? Ана жерде жол белгісі тұрға тоқтауға болмайды деген. Қане? Жүр. Сен бейсің ба? Мына белгіні көрмей жатсың ба? Мына белгіні көрмедің бе? Хей, бағана ғана болмады ғой мына белгі. Қалай болмады? Сонда болмайды. Жерден өсіп шықтың ба саған? Басын қатырма. Айыппұл төлейсің. Айыппұлмен бірге әйтпесе үйіңе хабарлама барады әйеліңе. Түсінбедім. Қандай хабарлама? Несін түсінбейсің оны? Әйеліңе көшеде күйеуіңіз жас қыздарға көмектесіп жүр деген хабарлама. Аға тоқтаңыз. Қанша айыппұл? Қазір-ақ төлеп берейін. Осылай бастамайсың әңгіме. Жүр машинаға. Айыппұл дегенде келісіп тұрып бір. Жарайсыңдар қыздар. Енді үйсі 5-6 клиент ұстасақ, түскі ас ішеміз. Кіріңіз. Кіре беріңіз, есік ашып тұр ғой. Қазір кім болсаң да есікті ашам да маңдайынан бір перем. Не деген адам мынау? Сәлеметсіз ба, кірсем бола ма? Қарағыма ертел қақсап атамыз ғой, кір деп. Не тапа-тал үстәді мазақ қылып тұрсың? Дұрыс кеппін ғой, құлағым тексертсем ба дегем. Ой, нағасқа керең екен ғой. Бұл құлақ тексеретін жер емес, бұл көз тексеретін жер. Құлақ тексеретін мына жақта 10-шы кабинет. 1-0, 10-шы кабинет деймін. Әбет дейсіз ба? Ой, жап-жас бала, обадай. Тіптен кереңді местпейді. Сен әсел емессің бе? Қайдан біліп қойдыңыз? Таңғы 6-дан бастап 9 рет телефон шалғансың. Мен сен жаттап алдым. Сізге шұғыл шаруамен келіп тұрмын. Маған көмектесіңізші. Айта бер. Сіз алаяқ емессіз ба? Біле білсең, мен Тароның тікелей тұқымнан тарағанмын. Тароны білесің бе? Жоқ. Мінекей Тароның тікелей тұқымнан тарағанмын. Сонда сертификатыңыз бар ма? Мен битваксер санысқа қатысып, бірінші турнан үшіп кеткем. Сонда нашар көріп келсіз ба? Жоқ. Ұшатымды алдын ала біліп қоймын. Онда сенем. Айта бер енді. Жағдай былай. Менде жақында сессия басталады. Математикалық анализ пәнінен емтихан тапсырам. Мұғалімге қарғыс салайын ба? Жоқ, Ол онсыз да біздің топқа сабақ береді ғой. Одан артық қарғыс жоқ шығар. Енді не керек? Маған қандай билет және қандай сұрақ келетінін біліп беріңізші. Қандай мұғалім? Амандосұлы. Мүлдем қиын мұғалім. Кезінде өзімше алған бодан. Сондықтан да оның бағасы қымбат болады. Қалған ақшаңызды төлеймін. Маған көмектесіңізші. Ойымдама. Бәрі жақсы болады. Ақшасын жақсы төлесен, 2 күн ішінде сұрағынды шешіп берем. Төлейм. Тағы да қандай сұрақ маза болып отыр? Менің көкейімде бір сұрақ бар. Игра престолов телехикаясы немен бітеді? Оны бір құдай біледі. Мен үшін қиын сұрақ. Сен одан да мына кітапты алып, жатарда оқып жаттың.
Бұл сонда магиялық кітап па? Жоқ, математикалық анализдің кітабы. Бірақ түсінікті нұсқада. Сөйт, оқып жат. Жарайды. Онда рахмет сізге. Азамат Амандосұлы. Қалайсыз? Мен ғой. Жұмыс бабымен хабарласып тұрмын. Әдеттегідей 50% сіздікі. Не ғой? Ана билеттерді почтаға жібере саласыз ба? Жақсы. Аха, рахмет, жарайды онда. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын, сендерге өткен сабаққа байланысты бірнеше сұрақтар қойып кетейін. Кім сұраққа жақсы жауап берсе, сол жақсы баға алады. Келістік пе? Жақсы, ендеше сұрақ. 1845 жылы елімізде қандай тудылық оқиғалар болды? Кім айтады, қане? Еркеш айта ғой. 1845 жылы қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, жазба әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы дүниеге келген жыл. Отыра ғой, жақсы. Дұрыс айтасың. 1845 жылы қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев дүниеге келген екен. Келесі сұрақ. 1860 жылы елімізде қандай айтулы оқиғалар болды? Қане, кім айтады? Еркештен басқа балалар дайын емес пе? Жарайды, Еркеш айта ғой. 1860 жылы қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, жазба әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы 15 жасқа толады. Кіріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Ой, Серік бол айналайын. Серік болмын. Сен ба? Нағып жүрсің? Шықылысымды түсіргем рентгенге. Соның қорытындысын алып кетейін деп едім. Мына рентген сеніңкі екен ғой. Серік бол дегенге мен ойлап қоям, біздің алда бір тракторист бар еді, оны не істеп жүр деп. Жарайды. Артынан сөйлесерміз. Енді сендер біздің қолымызға күнде түсе бермейсіңдер. Біз сияқты қарапайым доғдырларға сендердің өмірлері қызық болып көрінеді. Не ма, Серік бол? Шетелде үйің бар ма? Жоқ. Бизнесің бар ма? Жоқ, керек емес. Бизнеспен айналысқың келе ма? Жоқ, қажет жоқ оны. Бекер. Мен саған сол туралы айтайын дегем. Мына жерде мына рентген айтып тұр. Серік болдың ішінде дейді, 3 бүйрек бар дейді. Адамда 2 бүйрек болмай ма? Соны айтып отырмын ғой. Серік бол, сенің ішінде 1 емес, 3 бүйрек бар екен, мінеке. Және де 3-ші бүйректің өзі 100% жұмыс істеп тұр. Денсаулығыңа ешқандай зиян жоқ. Жақсы, санал. Енді? Не енді? 3-ші бүйрегіңді аламыз, сатамыз, міне саған бизнес. Білесің ба, шетелде қанша тұратынын? Бір бүйрек шетелде $250 мың тұрады. Сонда қалаған шетеліңнен орталығынан төгіп тұрып 3 бөлмелі аласың. Сосын бар ғой, кім? Сайлаубек. Сен қорықпа, өзіме кел. Мына 3-ші бүйрегіңді ауыртпай-ақ өзім алып берем. Жоқ, таныс дәрігерлерім бар еді. Жарайды онда. Серік болсын, ана сендердің бір ұлыққан жолдас деген әншілерің бар ғой. Соны жіберші маған, өзі қарап көрейін. Ішінде бірдеңе бар ма жоқ? Ой, апай, жіберем. Жібер, ұмытпа. Қарап көрейін. Сыртынан қарасаң, осы ана костюм шалбар киіп тұрған кезде ішінде дым жоқ сияқты. Қорқам мен соған қарауға, сынып кететін сияқты. Самый сильный пока оппонент в карьере Геннадия Головкина. Айша, менің телехикаямның уақыты болды. Кәле ауыстыр. Бүгінгі бөлімі қызық көрінеді. Неменесі қызық? Қуан Карлос түрмеге түсті. Қуанита ол табады. Ай, сен оны қайдан білесің? Саған айтушы қанаттардан көріп алған. Бүгінгі бөлім түкте қызық емес. Ай, өзің не көріп отырсың?
Көрмейсің ғой Головкин бокстасып Считают все практически героями. Ур! Головкин ұтады. Сен оны қайдан білесің? Бұл тікелей эфир. Нешінші раунд? Екінші. 4-ші раундқа жеткізбей нокаутпен құлатады. Бүлсіз аласына осы. Адам бір рахаттан көрейін десіп. Кеттім мен шай ішіп. Поднялся на высокий уровень, провел 2 боя, после которых они, в общем-то, заговорили. Айым, тоқташы, айым. Не болды еркек? Еркеш. Я. Не болды? Есеп шығарып беру керек па? Жоқ. Шашын тартасың ба? Жоқ. Онда не керек? Сені енейін шартысам бола ма? Жоқ, рахмет. Мен алыста тұрамын. Мен де сол жақта тұрамын. Біздің район қауіпті. Мен де ауданым қауіпті. Еркеш, мен қазір ағам алып кетеді көлікпен. Солай ма? Ренжімеші. Ендеше, сен мені шартсашы аған айтып. Жарайды. Саламатсыз ба? Болды, жетеді. Кімсің сен? Мен несиемді төлеуге келгем. Болды. Фамилияңды айт. Акиев. Акиев бізде Ш-дан іздейм ғой, Ш. Тадан көріңіз. Тадан? Тұр ғой мен? Тұр ма? Сен 50 мың теңге төлеуің керек екен. Болды, оның ешқандай қиыншылығы жоқ дәл қазір маған. Міне, чек. 1000 теңге тіктім. 50 коэффициентке экспресс. Шығады, сенімнің. Космос, Неге? Қандай экспресс? Ақшамен төлеу керек бізде. Сонда маған сенбей тұрсыз ба сіз? Тағы мына жерде 54 коэффициент, 4000 теңге сізге қалайын деп тұр. Жұмыстарыңыздан берейік. 4000 теңге салады дейсің ба? Шығатына сенімсің ба? Мен ақымақ емес шығармын. Мен бұны футбол жақсы білетіндерден сатып алғам. Қаншаға? 60 мың. Қайсар Қайратты 25-тен өліп ұтады дейсің ба? Оны алды кетші бер. Көзім көрмеш. Неге? Шығат деді ғой? Бар, төле бар. Шығат деп еді ғой? Кет дейм. Шығат дегенге қақтан білейін? 25-тен өліп дейді. 24-тен нөл болса сенеге болады да, 25-тен. Артық ал. Қымбатты қалыңдық. Маралова Ханшайым Арман қызы. Сіз Хамзин Жаслан Дидарұлына адал жар боламын деп, махаббатты мәңгілік сақтаймын, елімді құрметтеймін, ортақ ұрпақ өсіріп бірге тәрбиелеймін деп, өмірдің қиыншылығы мен қызығын мына біздің Жасланмен бірге көремін деп шешім қабылдадыңыз. Сіз осы туған туыс ағайынның алдында осы шешіміңізді растайсыз ба? Тоқтаңыз. Не болды? Той болмайды. Мен қарсымын. Не сен кімсің? Мен оның сүйік. Қош? Ол мені сүйеді. Біз бірге өмір сүріп бақытты боламыз. Солай ғой жаным. Сіз кімсіз? Тоқтаңыз. Кешіріңіз, сіз әсер емессіз бе? Жоқ. Ал әсер қайда? Біз қайдан білейік? Кім? Тоқташ бауырым. Кім? Әсел дейсіз ба? Шапекенованы айтып жатсыз ба? Дәл өзі. Ол бағана тойханаға кетіп қалды ғой? Қандай тойхана? Білмеймін, аты Аққу ма бір бәле деген. Рахмет. Кешіріңіздер, бақытты болыңыздар. Шатасып кетіппін. Боласыз ба тез, біздің той басталып кеткелі жатыр. Дайынбыз біз. Тез керек пе? Сен байға шығасың ба? Сен бай боласың бананың. Болды бақытты болыңдар кете беріңдер. Қаз шапалақтап қойыңдар. Келесі бар ба? Келесі кім бар? Аға лейтенант пәленжиіп серік. Мен еркешімнің сынып жетекшісі емеспін. Сіз әкесі емессіз ба? Әкесім. Сіз еркеш екеуіңіз сондай сымбаттысыздар, бір-бірлеріңізге қатты ұқсайсыздар. Рахмет, сіз аңа келе жат. Білесіз бе, сіз ұлыңызды өте жақсы тәрбиелеген екенсіз. Еркеш сондай үлгілі оқушы. Рахмет. Дегенмен сіз Бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кеттіңіз, сол себептен... Білесіз бе, мен мектеп мақтанышына Еркештің суретін ілдірмекпін. Сабағын 5-ке көтеремін. Рахмет, онда бай болсын. Бұл тек қана құжат тексеру болсын, сіз маған құжатыңызды бере қойыңыз.
Алла бұйыртса, мен Еркешті алтын белгіге ұсынбақпын. Мен Еркеш сияқты соңғы 2 жылда үлгілі оқушы кездестірген емеспін. Рас айтасыз ба? Әрине. Болды, олай болса жүре беріңіз. Бұл жерде сізді ешкім тоқтатпайтын болады. Рахмет сізге, сау болыңыз. Жолыңыз болсын, жақсы. Менің ұлым керемет. Әкеге қарап ұл өсті. Өзім деген жақсы оқымасам да, бірақ жақсы тәрбие беріп. Саламатсыз ба? Сәлемсе, не көмек көрсете аламын? Несиемді төлеуге келіп едің? Құжаттарыңызды. Бола ма? Қолма-қол төлеу. Сіз несиеңізді жабуға тағы да 40 000 теңге жетпейді. Кешіріңіз, сіздердің кассаларыңыз қай жерде? Біздің касса мына жақта. Не болып қалды? Жатыңдар, бұлтон-ау! Әкел ақшаны! Әкел дедім саған! Болды, сіз толықтай несиеңізден құтылдыңыз. Мінекейіңіз құжаттарыңыз. Жақсы сау болыңыз. Ақ көңіл жігіт екен. Ой, не болды енді? Ем. Суым қайда? Ой. Ой. Шайың қайда кетті? Sen susuz kaldırdın mı? Rahmet, geçir. Memşi, kaçan çay içemiz? Шайнек қайнағанда. Барып көріп келші. Айгүл, шайнекті көріп келіңдірші. Әсел, бар шайнек астын қара. Қазір. Еркеш, шайнекті қарап келші. Мен бағана 15 минут бұрын айттым ғой, қайнады деп. Астын сөндіріп қойын. Астын өшіріп қойыпты. Апа, шайнек баяғыда қайнапты. Шало, шайнек қайнап, астын өшіріп қойыпты. Суып қалған шығар енді. Барып астын қосып келші.
ақша ішейік. Аха. Астын қосып шайнекті ыстып жіберіңдерші. Әсел, шайнек астын жаға салшы. Жағып қойдым. Нені? Шайнектің астын? Телефонымды бере салшы деп айтайын дегем, шайнектің астын өзім жағам. Қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар, ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана, ақыл айтар солар ғана, жол күзеткен тұңғыш ұлы серттеген баласы бар. Ел арасын жалғаған айналайын келінен, айгүл бір медбике ақ халатқа киінген. Күніменен түніменен пайда көрем деп несиеден, берікте жүр бұл үйде ақша сана үйренген. Әсел ару қыздары жүрген риза болып, ал еріктің көлемі атқарылатын жұмысы жоқ. Атасы мен апасының еркеше бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын зарды.